Армысыздар, 24 KZ арнасында Астана жаңалықтары. Жадырасын Сәдуақасов аяқ арбаға таңылғанына міне 37 жыл. Елордаға 2003 жылы қоныс аударып келді. Елордамен өсіп-өніп өркендеу үшін. Ең қуантатыны сол жақ жағалаудағы ғимараттарда мүгедек адамдарға арналған барлық жағдайдың жасалынып жатқаны. Алайда Жадырасын ағаны қынжылтатыны отандық мүгедектерді қорғау заңы халықаралық деңгейдегі үздік деп танылғанымен іс жүзінде жетесіне жетпей жататыны. 2003 пен Астананы салыстырыңыз, 2012 аспан мен жерде. Ол жасыратын жоқ, шетелден қонақтардың таңғалатын рас, мен өзім де таңғаламын. Сол жақ жағалауда салынатын ғимараттардың көбінде доступность дейміз де, қолжетімділік мүгедектерге ең бірінші информация жетпейді. Заң бойынша әр өндіріс мекемесінде мүгедектерге 3% квота қарастырылу керек. Бірақ бұл ереже көбіне көп сақтала бермейді. Оған қоса бүгінде кемтар адамдардың қабілетіне шақ келетін өндірістік орындар бар. Осы орайда жарымжан азаматтарды жұмыспен қамтыған кәсіпорындарға салықтық жеңілдік болса, сұраныс артар еді дейді Жадырасын Сәдуақасов. Назарбаев университетінің өмір туралы ғылыми орталығы мен ұлттық ғылыми кардиологиялық орталығы бірлесіп, баланың жасанды өкпе моделін жасап жатыр. Негізі әлемдік хирургия ғылымының мамандары жасанды өкпені жасап шығарған болатын. Енді отандық ғалымдар соның көлемін кішірейту мақсатында үлкен шаруа басын қайырды. Астанадағы Еуразия университетінің студенттері Грекия мәдениетін, философиясын, салтын зерттейтін клуб құрды. Парфенон деп аталатын клубтың жұмысымен Грекияның төтенше және өкілетті елшісі Эфтемиос Панзопулос танысты. Менің Қазақстанда жүргеніме 11 айдың көлемі болды. Мен бұл елдің оқу ағарту ісіне қатты көңіл болып жүргенін білемін. Сондай-ақ Қазақстан жастарының шет елде білім алып жүргенінен де хабардармын. Оның барлығы мемлекет қаржыландырады. Бұл болашағын ойлайтын мемлекеттің ғана қолынан келмек. Түбіміз бір көк бөрі. Түркі тілдес елдердің бір-бірінің тарихы мен салт дәстүрін жетік білуіне тағы бір қадам жасалды. Елордадағы президент мұражайында түрік әлемі көрмесі осыған мұрындық. Биыл Астана түркі әлемінің астанасы атанды. Осыған орайластырып жасалған көрмеге орта ғасырға тиесілі тастан ойылған бұйымдар, ескерткіштер, археологиялық құнды жәдігерлер қойылды. Бүгінгі таңда көрермендерді таңғалдыру мүмкін емес. Тек қиыннан қисынын тапқандар ғана патша көңіл көрерменнің ыстық ықыласына бөленбек. Улья Молдағали өз өнерін жылдар бойы шыңдаған дизайнер, сәнгер. Оның қолынан шыққан қылғалам дүниелер астаналықтардың назарына ұсынылды. Мата, қыш, майлы бояуларды қолдана отырып жасаған шығармашылық туынды әртүрлі деңгейдегі көрме қатысушыларына арналған. Сәнгердің туындыларын қарашаның 8-нен 11-не дейін көрме залынан тамашалауға болады. Это выставка, приуроченная к презентации моей книги-каталога, которую я Маған Ресейдің зергерлік бұйымдар жасайтын ірі компанияларынан ұсыныстар жиі түседі. Алайда мен еркіндікті сүйетін суретші болғандықтан өз бетімше жұмыс істегім келді. Ал менің бүгінгі ұйымдастырған көрмем ол 8 жылдық жұмысымның қорытындысы. Көрермен көңілінен шығатын туындыны жасауға қоңыр күздің көрінісі, аралап атқан таңның сәулесі маған әсер береді. Шынын айту керек, талғампаз замандастарымды таңғалдыру үшін мен барымды салып еңбектеніп келемін. Или такое очень солнечное утро. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Астананың тыныс тіршілігінен әрдайым хабардар болыңыз. Ертеңге дейін қош сау болыңыздар.